Ернұр. Ернұр! Сәлем. 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 Біз қайда келдік? Біз Шымкент қаласындағы Дендропаркке келдік. Дендропаркте білесіздер жақында Тары кофейнясы ашылды және кітапханасы бар. Қазір біз соны көреміз үшін. Қазір көреміз үшін қандай екен. Мұны Марвин совместно с Тарымен бірге Марвин екеуі қосылып кітапхана және кофейня жобасын жүзеге асырды. Қазір қарап көреміз қандай екенші. Вау! Аха, Аруна, біз мұны фри етіп алдық, Аруна. Фри етіп алды. Қазір міне. Вау, алдында күшті мотоцикл жетіп қарыңдар. Ау. Вау, красота. Өзге деген бренд екен. Мынау нен Стефан Уолттың кітаптары ғой. Мына кітаптар бізде бар ғой анау. Деген кітаптар. Мына Стефан Уолттың кітаптары ма? Жоқ, фолиант. Қандай кітап? Джунгли кітабы. Қазақшаға аударылған балалар әдебиеті. Бізде бар ғой анау Пити мен итбас. Сол осы баспаның аудармасы ғой. Вау! Мына жерде кофе алып кетеді екенбіз. Вау, мынаны қара. Мында террасасы бар екен. Табақ деп отыр ма? Кофе ше. Отыруға болады. Вид. Жүр видті көрейік. Тоқта вид көрейікші қандай. Вау, керемет. Робин Шарма. Ар жақта орысша кітаптар екен. Ар жақтың бәрі қазақша кітаптар еді. Мына жерде отырып оқуға болады екен кітап. Қазір айтамыз. Мына жерде балалар әдебиеті, қазақша кітаптар. Мал қора дейді. Мынау мировой әдебиет бар ғой, солар ғой. Қазақ тіліне аударылған. Вау, мындай. Тыныш бөлме, кітап оқитын. Вид какой красивый. Вообще, да? Шикарно. Туалетін көреміз ба? Туалеті қандай екен, көрейікші. Такой мини. Арунаның ұтып алған фри. Фри ма, квартира ма деген еді. Аруна фри деп таңдап алды өзі. Квартира керек емес деді. Мұнда чипсы жеп отыр. Ернұр, тарының ішін көресің ба? Тары? Міне мынау. Сырты әлі бітпеген, әлі жасалып жатыр. Тура алдында осындай спорт алаңы бар. Адамдар әрдеңе ішет, жет, тастап кетеді. Жүр, Аруна, мынаны алшы, мусорға тастайық. Кофе ше, тарыдан алып сөйтті, соның барлығын тастап кетіп жатыр екен. Біз қазір сол мусорды жинап жүрміз, өзімізгінде бірге тастаймыз. Таза болсын отырғанда өзімізге. Мынаны біз жинадық. Давай. Ішінде бар. Міне Ернұр жаттығу жасап жатыр. Мынаны күші жете ма, қалай ойлайсыздар? Достар, Ернұрдың күші жете ме екен? Давай, Ернұр, өзіңді көтере аласың ба? Аха, жақсы. Жүр, кеттік. Құмға барайық, жүріңдер. Міне адам көп, бүгін күн жылы, ыстық болып тұр даже. 28 градус болып тұр, бағана 31 еді, 28-ге түсті. Жақта качелялар жасап қойған. Адамдар майовка жасап отыр. Мына жақта құм бар, қазір біз соған бара жатырмыз, құмға. Сәлден достарымыз, құмға бара жатық. Құмға ойнаймыз, Аяғың не істейсің? Шешіп жалаң аяқ ойнайсың ба? Мына жақта құм бар. Аха.
Қазір барып көреміз. Ана жерде міне тағы да ойнайтын осындай жер бар, площадка. Міне біз келдік, достар. Міне Айкен ойнап отыр. Раяна аяғын шеш тастады. Ернұр мен Аруна. Қаны, Ернұр сырғанашқан. Biz keldik. Қазір Аруна сырғанайды. Ернұр міне өрмелеп шығып жатыр. Спортивный гимнастикаға барғанда үйренген Ернұр. О, сәлем, Аруна. О, керемет. Мына жақта качеля. Ал, Ернұр сырғанайды. Давай. Қаны Ернұр. Ернұр! Міне Аруна бізде демалып жатыр, пляжда жатқан сияқты. Абайля. Серфинг. Міне біз өзіміздің одеялымызда келіп алдық. Аның қасында жатырмыз. Бізде шағып. Достар, дендропаркке келсеңіздер, кей ағаштардың алдындағы табличкалар бар ғой, мына тақтайшаларға мән беріңіздер. Бұл өте сирек кездесетін ағаштар. Мысалы, мынау Эльдар қарағайы дейді. Біздің дендропарк бүкіл СНГ-дағы жалғыз дендропарк. Сонау Совет одағы кезден келе жатқан. Мысалы, мына ағашты Қонаев отырғызған. Мынаны Асқар Мырзахметов отырғызған. Бұл әр ағаштың сонау Шерхан Мұртаза 94 жылы, тіпті Борис Ельцин Совет одағы кезден отырғызған ағаштар бар. Міне Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев атамыздың отырғызған ағашы, Қазақстанның тұңғыш президенті. Қараңыздар, көрдіңіздер ма? Тұрғыт Озал, мысалы, Түркияның президенті отырғызған. Осындай Асқар Ақаев дейді, тұңғыш Қырғыз Республикасының президенті. Талғат Мұсабаев Қазақстанның ұшқышы, атақты ұшқыш ғарышкері біздің. Сондықтан достар, біле жүріңіздер, бұндай дендропарк бүкіл СНГ елдерінің ішінде еш қайсында жоқ, тек Шымкентте бар. Және онда қараңыздар, құстың ұясы тұр. Кішкентай. Сондай көп осындай ұялар. Мына жерде де тұр. Міне, көріп тұрсыздар ма? Аруна құлап қалма. Сутейіп жатыр ма? Екен қазір пианино тартады. Міне мұнан бірінші жақсылап айналдырамыз. Күшті ме? Атаусып қалды. Тағы да айналдыру керек. Аруна, пианино тарта. Давай. Біздің видеомыз ұнаса, лайк басып кетіңіздер, комментарийға жазып кетіңіздер, видео ұнаса, колокольчик басыңыздар. Сау болыңдар. Пока-пока.